білетін сөздер. Дұрыс айтасың. Бар септікте. Неге бір қазанға? Жат септікте. Неге бір қазанда? Жеті септікке байланысты жеті қазына эмблемасын алып отырмыз мінекей. Бұлар көптік жалдығау. Келесі қарлығаштар адал дос бола біледі. Қарлығаш сәтесім тар көптік жалғауы. Дұрыс. Неге? Кірпішке. Ал кешінеге. Қазақ тілінде 8 септік бар. Жоқ, түсінесіз. Бар септігінің жалғауы. Септіктің жалғауы екенін табасыңдар. Атау септік не? Д. Қандай жалғау? Қандай жалғауды өтіп жатырмыз? Көптік. Қай септіктің жалғауы? Табыс. Табыс септігінің жалғауы. Ілік септік кімнің ненің? Бар септік кімге неге? Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Соны осы 4 сөйлем әдісі арқылы пікірлеріңді білдіресіңдер. Мен бүгінгі сабақтан көптік жалғауын түсіндім. Тілдік зат есімнің септелуін үйрендім. Мәди бүгінгі сабақта 10 балға өтті. Бүгін Айдара сабақты белсенді қатысты, сондықтан мен 10 бал қоямын. Асхат бүгін сабақты белсенді қатысты, сол үшін мен оған 10 бал қоямын. Алиханды бағалаш, неше деп бағалайсың? 10-ға. 10-ға бағалайсың, жақсы қатысып отыр бүгін Алихан сабаққа.